19 наурыз шымырлық пен шеберлік күні. Наурыз мерекесінің 10 күндігі ұлттық спорт түрлеріне арналған. Наурыз бұл бай дастархан мен алдағы концерт қана емес, сонымен қатар спорттық жарыстар. Наурыз айында адамдар бір-біріне бұрынғы реніштерін кешіреді. Барлық жерде әндер, әзілдер, күлкі естіледі. Шабандоздар, балуандар, әншілер жарыстар ұйымдастырылады. Қазақша күрес ойыны адамның денесін ширатып, бұлшық еттерді қатайтады. Төзімділікке, батылдыққа, ептілікке, керек кездері тез ойланып, әдіс таба білуге жаттықтырады. Қазақша күрес күш жетілдіретін спорт, сонымен қатар ол қорғанудың ұлттық өнері самбо. Қазақша күресте адам өзін еркін ұстап, өз бойындағы күшін, әдісін түгел пайдалана алады. Мұнда шалу, жата тастау, арқалай тастау, қол байлап күресу, салмақпен басу, жамбасқа ату сияқты әдістер қолданылады. Күрес бір жақтың талассыз жығылумен және жауырыны жерге тигізілумен аяқталады. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі, ақыл-ой дамытуға арналған ойыны. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада екі адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншы бастаушы, қарымтас жүріс жасаған ойыншы қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданады. Асық ату ертеден келе жатқан қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Ойынға бірнеше адам қатысады. Әрбір ойыншылар кезекпен қолдағы асықтарын сырмақ үстіне шашады. Арнайы белгіленген асықпен, сақамен қалған асықтарды шертіп атады. Басты шарты ұқсас асықтарды ғана атады. Басқа асықтарға тигізбей атып алынған асық ұпай ретінде саналады. Ойын осылай жалғаса береді. Арқан тартыс. Арқан тартыс ойыны ұлттық ойын. Ойынды жазда көгалды алаңда спорт залда өткізуге болады. Ойындағы ұзындығы 10 метрдей жуан кендір арқан керек. Ойыншылар тепе-тең 2 топқа бөлінеді. 2-2-ден жұптасып тұрсады. Ортаға 2 жұп шығады. Бірінен бірі арқан тартысып жарысады. Мақсаттары арқанда тартып алу. Ойынға келесі 2 жұп шығып, осылайша жалғаса береді. Қай топ көп аударса, сол топ жеңген болып есептеледі. Артынан ойыншылар бір-бірімен орын ауыстырып арқан тартыса береді. Тек наурыз мейрамында ғана емес, кез келген азамат кемінде ұлттық ойынның бір түрімен тұрақты түрде шұғылдануы керек.